Армысыздар құрметті видео сабақты тыңдаушылар. Бүгін менімен бірге біз күйеуіңіз әңгімесін талдау жасайтын боламыз. Біз күйеуіңіз әңгімесін әңгіме тақырыптық идеялық жағынан талдау, стилистикалық композициялық талдау, тілдік эстетикалық тұрғыдан талдау жасаған болатынбыз. Оны біз UX.com сайтына жүктедік. Келесі біз бүгін қарастыратынымыз видео сабақта көркемдегіш бейнелегіш құралдарға талдау болып келеді. Жалпы күй аңызы әңгімесі бізде 4 бөлімнен тұрады. Оның ішінде бүгін біз жеке-жеке бөлімдерді қарастырамыз, ал бүгінгі қарастыратын бөліміміз күй аңызы бөлімі, яғни бірінші бөлім. Қараңыздар, бірінші бізде көркемдегіш құралымыз екі салт атты құралы, екі салт атты. Автор бізге оны екі жолаушы деп бермей, басқаша сөзбен келтіру арқылы екі салт атты мен аттың бір-бірімен байланысын көрсетіп, оны ауыстырып беріп отыр. Бұны біз метонимия деп атаймыз. Келесі эпитет. Оның астында жал өрген құлан бесті, үстінде өнеріне зер ұстаған көк мақпал қамзол, талдырмаш белін қызыл күдер белбеумен байлаған қынар буған, басында төбесін көк мақпалмен тыстаған құндыз бөрік. Қай жерде көркемдегіш құрал көріп тұрмыз? Міне мынау үзінділерде жал өрген құлан бесті, талдырмаш бел, көк мақпал қамзол және қызыл күдер белбеу. Сонымен қатар құндыз бөрік. Жеке-жеке қосалатын болсақ, жалын өрген деген бізде Оразымбектің мінген атының күштілігін, қуаттылығын көрсетеді. Келесі қылан бесті. Қылан бесі дегеніміз Оразымбектің тұлпарының түсін, әсемдігін көрсетіп отыр. Келесі талдырмаш бел. Бұл бізде Оразымбектің тұлғасын сипаттау, яғни белінің нәзіктігін көрсету. Келесі көк мақпал қамзол, және қызыл күдер белбеу, құндыз бөрік. Бұл эпитеттердің барлығы Оразымбектің үстіндегі киімінің ауқаттылығын, әдемілігін, материалын, түсін көрсету үшін қолданылған. Қараңыздар, Оразымбектің үстіндегі қамзолы қандай? Көк мақпал, белбеуі қандай? Қызыл күдері, бөрігі қандай? Құндыз. Келесі, теңеу. Жаңа ғана ипанды көргенде балапандай талпынып секірген жас жігіт енді басылып қалды. Бұл жерде Оразымбектің ипан тауын көрген кездегі қуаныш сезімдері балапандай, яғни балапанмен теңестіріліп көрсетіліп тұр. Бізде теңеу көркемдегіш құралы дай, дей, тай, кей жинақтарымен жасалады. Бұл бізде осыған назар аударып алсаңыз да болады. Келесі бізде экспрессивті эмоционалды сөздер. Аты айтып тұрғандай эмоцияны білдіретін сөздер. Бізде оқырман оқып жатқан кезде оның кейіпкердің эмоциясын дәлірек жеткізуге көмектеседі. Мәселен, маған көрінбейді, деді ол, дауысы солып. Дауысы солып дегеніміз Оразымбектің жаңағы ештеңе жоқ екендігін, жапанда бір тіршілік иесі көрінбегенін көргеннен кейінгі ішкі жағдайы, халі оның мұңайып тұрғаны көрсетілген. Келесі әсірелеу, оны әдеби теориялық ұғым ретінде айтсақ, гипербола. Енді бір айналғанша қарттық келеді. Бұл кішкентай ғана қызметте бізде екі көркемдегіш құралды көре аламыз, Бұл бізде гипербола, жаңағы айтып кеткен және метафора. Қараңыздар, қарттық келеді, яғни уақыттың мерзіммен зымырап өтетіндігі айтылып отыр. Келесі метафора. Метафора оны алмастыру тәсілі деп айтса болады, Енді бір айналғанша, айналып сөзіне біз назар аударайық. Айналып қаттық бір айналғанша, бір айналып біткенше қаттық келіп қалады. Оның уақыты тез өтіп кетеді, тез жетіп қаламыз деген мағынаны білдіреді. Мінекей, оқушылар, осымен біздің күй аңызы бөлімдегі көркемдегіш құралдарға арналған түсіндірме видео сабағымыз аяқталды. Егер де өзіңіздің пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болатын болса, видеоның астына жазып кетсеңіздер болады. Әрине біз оларға жауап береміз. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.